Қайырлы күн, құрметті көрермен, тыңдарман. Бүгін қасиетті жұма баршамызға қабыл болсын. Дұға тілектеріңіз әрдайым қабыл болсын деп тілейміз. Құрметті тыңдарман, көрермен, біз сәтті күн бағдарламасымен сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа толы болсын. Сонымен қатар бүгін бізде кереметте сұхбат болады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің мемлекеттік қызмет басқармасының басшысы Амангелдинова Сымбат Сұңғатовна бүгін біздің студияда. Сымбат ханым, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Қош көрдік. Рахмет. Көңіл-күйіңіз қалай? Керемет, жақсы, рахмет. Тамаша, құрметті көрермен, тыңдарман, ендеше қазір сұхбатымызды әсем әуеннен кейін бастайтын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сәтті күн бағдарламасы бұл көрермендер мен тыңдармандарға позитивті көңіл-күй, пайдалы ақпараттар мен қызықты сұхбаттарды, танымал ақпараттық танымдық ойын сауық жобасы. Яғни біз тікелей эфирдеміз. Жаңа FM новый телевидение арнасы әрдайым қосулы болсын, құрметті көрермен тыңдарман. Ендеше бүгінгі сұхбатымызды бастасақ, Сымбат ханым, ең бірінші өзіңізді таныстыра кетсеңіз, қызметіңіз жайлы, өзіңіз жайлы. Енді сізмен жаңа таныстырып өткенде есім Сымбат болады. Осы Көкшетау жақтың тумасымын. Осы жаққа оқуға келіп кезінде осы жақта қалдық. Енді жұмысыма келетін болсақ, мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің қызметінде 2018 жылдан бастап жұмысымды бастадым. Жұмысым енді бас маман болып бастадым. Осыған дейін енді 8 жыл бас маман болып, меритократия қағидаты деген бізде қағидат бар. Сол қағидатқа сәйкес мемлекеттік қызмет басқармасының басшысы лауазымына тағайындалдым. Тамаша. Ал қазіргі жұмысыңыз өзіңізге барлығы ұнайды ғой? Ешқандай қиыншылыққа келмей ме? Жоқ, әрине ұнайды. Мамандығым бойынша жұмыс жасап жатырмын. Тамаша. Ал департаменттің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша бірінші жарты жылдықта атқарылған жұмыстардың қорытындысы туралы айта кетсеңіз. Әрине. Енді ең басында мен тоқталып кететін мәселе, ол департаментте бірнеше функция бар. Ең басынан ол департамент агенттіктің аумақтық департаменті болып табылады. Департаменттің бірнеше функциясы, яғни бірнеше басқармасы бар. Ол мемлекеттік қызмет басқармасы, бұл жерде мемлекеттік қызметке кіру, өткеру, одан шығу мәселелерін қарастырылады. Екінші басқарма бұл мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау басқармасы. Енді атау айтып тұрғандай, бұл жерде бақылау функциялары жүзеге асырылады, яғни мемлекеттік қызметшілермен қаншалықты мемлекеттік қызметтің заңнамасының сақталуы, әдеп кодексінің нормаларының сақталуы мәселелері осы басқармамен қаралады. Келесі басқарма мемлекеттік көрсетілетін қызметтер басқармасы. Бұл жерде атау айтып тұрғандай, біз барлығымыз мемлекеттік қызмет алушымыз, яғни біз қызмет алу барысында біздің құқықтарымыз қаншалықты сақталғанына біз сол тұрғыдан тексеріс жүргізіп баға береміз. Яғни қызмет берушілер қызмет алушыларға қаншалықты заңнама шегінде қызмет көрсеткеніне бағалау беретін басқарма болып табылады. Енді бұл төртінші басқарма, бұл сыбайлас жемқорлықтың алдын алу басқармасы. Атау айтып тұрғандай, бұл жерде сыбайлас жемқорлықтың алдын алуына, тәуекелдеріне жұмыс атқаратын функциялары бар. Енді сіздің сұрағыңызға келсем, азаматтардың мемлекеттік қызметтерді сапалы, уақытылы және заң талаптарына сәйкес алуы бұл мемлекеттік басқарудың тиімділігін айқындайтын маңызды көрсеткіштердің бірі болып табылады. Осы бағытта мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасына бақылау, заң бұзушылықтардың алдын алу және азаматтардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру бойынша жүйелі жұмыстар жүргізеді. Бүгінде мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін жетілдірудің негізгі бағыты бұл мемлекет басшысымен айқындалған адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін қағидатына негізделген. Бұл азаматтардың қажеттілігіне бағытталған тиімді, ашық әрі қолжетімді қызмет көрсетуді қамтамасыз ету екендігін атап өткім келеді. Енді осы ағымдағы жылдың бірінші жартыжылдығындағы статистикаға келетін болсақ, департамент мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнаманың сақталуына қатысты жоспардан тыс тексерістер жүргізді. Тексерістер аясында
3000-ға жуық бұзушылықтар анықталды. Оларды жою мақсатында мемлекеттік органға ұсынулар енгізіліп, заң талаптарын бұзған 27 лауазымдық тұлғаға тәртіптік жауапкершілік түрінде шаралар қабылданды және де әкімшілік хаттамалар толтырылды. Бұл жерде одан бөлек департаменттің мемлекеттік қызметтерді алу тәртібін түсіндіру, электрондық қызметтердің үлесін арттыру, одан кейін оларды қолжетімді қылу бойынша ауқымды ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізіліп тұрады. Бұл әрдайым жүргізіледі. Осы мақсатта елге қызмет бізде тележобасы бар. Одан кейін қызмет алушылар күні шаралар өткізіледі. Бұдан бөлек мемлекеттік көрсетілетін қызмет берушілер арасында семинарлар, түсіндіру жұмыстары кеңінен жарияланып отырады. Түсіндіру жұмыстары жүргізіліп отырады. Тамаша. Жауабыңызға көп рахмет, өте түсінікті етіп барынша жақсы жеткізіңіз деген ойдамын. Құрметті көрермен тыңдарман, бізде қазір ақпараттық үзіліс, ақпарат толқынында бірге болайық. Құрметті көрермен тыңдарман, біз эфирге оралдық. Ендеше Сымбат ханыммен әрі қарай сүбелі сұхбатымызды жалғастырсақ, халыққа мемлекеттік қызмет көрсету барысында туындайтын жүйелі мәселелер қалай шешілуде деп ойлайсыз? Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес агенттік және оның аумақтық департаменттері мемлекеттік қызмет саласындағы бағалау және бақылау функцияларын жүзеге асыратын уәкілетті орган болып табылады. Департамент жұмысының маңызды бағыттарының бірі мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы заң бұзушылықтардың алдын алу, халыққа сапалы қызмет көрсету қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар қызмет алушылардың құқықтары жағдайда оны қалпына келтіру, енді бұзылып жатса, қалпына келтіру бойынша барлық тетіктерді қолдана отырып, әрине заң аясында шараларды қабылдау болып табылады. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментпен 2026 жылдың бірінші жарты жылдығында 220-ға жуық азаматтардың құқықтары қалпына келтірді. Яғни бізге түсіп отыратын өтініштердің саны бұдан да көп, бірақ та менің құқықтарым бұзылды және менің құқықтарымды қалпына келтіріңдер дегеннің саны осы 220. Яғни сол 220-ның бұзылған құқықтары қалпына келтірілді. Агенттіктің бастамасымен мемлекеттік қызмет көрсету сапасын қоғамдық бақылаудың тиімді цифрлық құралы ретінде егов KZ бот Telegram боты іске қосылған. Аталған бот арқылы азаматтардың кез келген уақытта және кез келген жерде смартфон арқылы мемлекеттік органдардың әрекеттеріне немесе әрекетсіздіктеріне қатысты шағым немесе ұсыныс жолдау мүмкіндіктері бар. Бұдан бөлек сіздер білесіздер, бізде е-өтініш платформасы жұмыс жасайды. Яғни бұрынғыдай шағым жасау үшін мемлекеттік органға барып, оның кеңсесіне жүгініп, оның уақыты шектеулі, сағат 9-дан 18:30-ға дейін түскі үзілістері бар. Ондай іс-әрекеттерге бармай-ақ үйде отырсаң да уақытты тиімді пайдалану мақсатында кешкі 11 болсын, 12 болсын, кез келген қалаған уақытында осы бот арқылы, Telegram бот немесе е-өтініш платформасы арқылы өздерінің шағымдарын білдіре алады. Мемлекеттік органдардың тарапынан мемлекеттік қызмет алу барысында бұзушылықтар орын алған жағдайда Қазақстан Республикасының біздің департаментке немесе егов Telegram бот порталына жүгінуге болады. Және құрметті қызмет алушылар, жаңа мен сұхбатымның басында да айттым, әр адам қызмет алушы болып табылады. Яғни адам дүниеге келіп жатса, бұл туу туралы куәлік алады. Мектепке бару, оның барлығы мемлекеттік қызмет. Одан кейін ЭЦП кілтшік бар, ЭЦК кілті. Жеке куәлік, жер учаскесін алу, жаңағы автокөліктің нөмірін алу деген сияқты. Бұның бәрі мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізбесіндегі қызметтер. Яғни осы қызметтерді алу енді бүгінгі күні мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тізбесінде 1400-ден астам қызметтің түрі бар. Одан асқан 1100-ден астам кіші түрлері бар. Яғни айтайын дегенім, қызметтің түрлері өте көп. Кез келген қызмет бойынша қызмет алушының құқығы немесе мүддесі бұзылған жағдайда, ол біздің Қарағанды облысының аймағында орналасса, біздің департаментке жүгініп өзінің жаңағы
бұзылған құқықтарын қалпына келтіруге мүмкіндіктері болады. Тамаша. Ендеше бізде құрметті көрермен тыңдарман, тек қана сөзді сөйлете бермей, жарнамалық үзіліске кезек берейік. Жарнамалық үзілістен кейін әрі қарай бағдарламамыз жалғасатын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алушылардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру бойынша қандай шаралар қабылданады? Есептік кезеңде жалпы департаментке мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қатысты 281 өтініш түскен. Талдау нәтижесіне сәйкес өтініштердің басым бөлігі жер қатынастары саласына қатысты. Оны нақтырақ айтсақ, сауда-саттық және бау-бақша мәселелеріне қатысты болған анықталды талдау аясында. Жалпы жаңа айтып өткенде 2026 жылдың 1 жартыжылдығында департамент қабылдаған шаралардың нәтижесінде 220-ға жуық қызмет алушының құқықтары қалпына келтірілді. Бұл көрсеткіш азаматтардың өтініштерін қарау, жоспардан тыс тексерулер жүргізу немесе қашықтықтан бақылау шараларын жүргізу арқылы жүзеге асырылады. Енді қашықтықтан бақылау тетіктерін пайдалану, мемлекеттік органдарға сұрау салу жолдау арқылы, одан кейін егов, KZ бот, Telegram бот арқылы келіп түскен өтініштерді қарау нәтижесінде қол жеткізіліп отыр. Бұл деректер мемлекеттік қызмет көрсету сапасына тұрақты бақылау жүргізудің маңыздылығын тағы бір мәрте көрсетіп отыр. Себебі әрбір мемлекеттік қызметтің артында азаматтың құқығы уақыты және заңды мүдделер тұр. Сонымен қатар 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілген мемлекеттік қызмет туралы заңына енгізілген өзгерістерге тоқталып өтсеңіз. Жаңа заң ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заң. Бұл заңның басты ерекшелігі мемлекеттік қызметтің мазмұны мен философиясына жаңаша көзқарасты қалыптастыру. Яғни көптеген жылдар бойы мемлекеттік қызмет жүйесі көбіне еңбек қатынастарын ғана шеңберінде қарастырып келді. Ал заңнама мемлекеттік қызметтің миссиясы мен қоғам алдындағы жауапкершілігі толыққанды айқындалмаған болатын. Жаңа редакциядағы заң осы олқылықтардың орнын толтырып отырған байқап отырмыз. Ендігі жерде мемлекеттік қызмет тек әкімшілік функцияларды орындайтын жүйе емес, бұл жерде азаматтардың сеніміне негізделген маңызды мемлекеттік институт ретінде қарастырылады. Жаңа заңда мемлекеттік қызметшінің кәсіби және әдептік келбеті, сондай-ақ қоғам алдындағы жауапкершілігі заңнама деңгейіндегі айқындалып отыр. Одан кейін мемлекеттік қызметтің мақсаты мен міндеттері, негізгі қағидаттары жаңартылған мазмұнда жүйелендірілді. Бұл жерде сервистік мемлекеттік қағидаты бар. Заңның негізгі бағыттарының бірі азаматтар мен өзара іс-қимылдың сервистік моделін құру. Сол модельге көшу. Бұл мемлекеттік орган жұмысының басты өлшемі құжат айналымы емес, азаматтардың мәселесін шешу болып табылады. Яғни біз сол мәселелерді шешуге тиіс дегенді білдіріп отырады. Яғни мемлекеттік аппарат формализмнен, артық бюрократиядан, негізсіз кедергілерден біртіндеп арылуға бағытталатын болады. Заңда мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін арттыру, өтініштерді қайтаруға жол бермеу, яғни бүгінгі таңда енді қатты қазіргі статистиканы келтіре алмаймын өкінішке орай, бірақ адамдардың арасында көптен жарияланатын ол менің өтінішім қайта жолдана береді. Перенаправление дейміз ғой. Одан кейін отписка деп айтады, футболит деп айтады, мысалы, адамдардың арасында сондай сөздер бар. Яғни бұл процестерді заңнама жүзінде толық қарау және осы қайтаруға жол бермеу. Азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау бойынша нақты нормалар көзделіп отыр жаңа заңда. Бұл ең алдымен халық пен мемлекет арасындағы сенімді нығайтуға бағытталады. Енді мемлекеттік қызметке жаңа талаптар
жаңа талаптарды енгізіліп отыр. Қазіргі қоғам мемлекеттік қызметшіден тек кәсібилікті ғана емес, жоғары мәдениет пен мінсіз беделді де талап етеді. Яғни біз мемлекеттік қызметші болып мемлекеттік қызметке келген кезде біз шектеулерге қол қоямыз. Яғни мемлекеттік қызметші жай азамат ретінде жұмыс уақытында, жұмыстан тыс уақытында өзін жайбарақат ұстауына бізде шектеулер бар. Яғни жұмыс орнында қандай әдептілік нормаларын біз сақтау керекпіз, қандай талаптарды орындау керекпіз деген сияқты. Сол талаптардың сол талаптардан бөлек енді бізде мәдениетті және мінсіз беделді талап етіледі жаңа заңнамаларға сәйкес. Осыған байланысты заңда клиентке бағдарлану, әдептілік, ашықтық, құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілік және қоғаммен тиімді коммуникация орнату сияқты жаңа талаптар күшейтіліп отыр. Яғни мемлекеттік қызметші тек лауазым иесі емес, ол мемлекет пен қоғам арасындағы сенімнің өкілі ретінде болады. Цифрландыру және e-қызмет жүйесі бар бізде жаңашылдықтардың бірі, соған да тоқталып кеткім келеді. Маңызды жаңашылдықтардың бірі бұл енді конкурстық рәсімдер бізде e-қызмет интеграцияланған ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Бұл адам факторын азайтуға, конкурс рәсімдерінің ашықтығын, объективтілігін арттыруға, барлық кандидаттарға тең мүмкіндік беруге бағытталады. Сонымен қатар, егер мемлекеттік лауазым 3 айдан астам бос болып тұрса, оған жаңағы мен жоғарыда айтқан e-қызмет ықпалдастырылған жүйесі арқылы автоматты түрде конкурс жариялайды. Бұл деген мемлекеттік органдарда кадр тапшылығын алдын алуға бағытталып отыр. Одан кейін бізде бос орындар бар, сол бос орындарды толтыруға бағытталып отыр. Неге біз бос орындардың толтырылуына аса маңызды рөл қойып отырмыз? Өйткені өзімізге белгілі, әр мемлекеттік органның өзінің функциясы бар. Сол функцияларды атқаратын жаңағы мемлекеттік органда штат құрамы қалыптасады. Штат құрамы штат құрамынан бөлек нақты жұмыс істеп отырған адамдардың саны да бар. Яғни штат құрамы мысалға айтайын, 30 адам болып нақты жұмыс істеп жатқан адамдардың саны 20 адам болса, яғни бізде арада 10 адам қалып кетіп тұр. Ал 10 адамға олар қалып кетті деп функцияларын азайтпайды ғой, бірақ мемлекеттік органның өзінің функциясы қалады. Сондықтан сол функциялардың дұрыс жүзеге асырылуын қамтамасыз ету мақсатында осы бос орындарды жүйелі түрде толтыру мемлекеттік орындарға тапсырылып отырады. Бұл жаңағы мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңына енгізілген жаңашылдықтардың маңыздысы, ол именно цифрландыру саласы бойынша бос лауазым болса, ол 3 айдан артық болса, оған автоматты түрде конкурс жарияланады. Конкурс жарияланған кейін, егер бізде конкурстан өткен неміз болса, кандидатымыз болса, ол уже жаңағы бос лауазымға орналасып, сәйкесінше мемлекеттік органдардың функцияларының дұрыс жүзеге асырылуы қамтамасыз етіледі. Сол бағытта. Бұдан кейін жаңағы енді айтып отырмын ғой, кадр тапшылығының алдын алу деген сияқты мемлекеттік органдардағы жаңағы бос орындардың жедел толтырылуына бір себебін тигізетін болады. Одан кейін бізде жастарды мемлекеттік қызметке даярлау. Жаңа заңда бізде жастар саясатына ерекше көңіл бөлініп отыр. Яғни біз мектеп кезінен бастап жастарды, балаларды мемлекеттік қызметке баулуымыз керек, мемлекеттік қызметке тартуымыз керек. Өйткені енді өзіміз білеміз ғой, мысалы кішкентай балалар, олар тез ұғады, тез жаңағы гаджеттағы бір нәрселерді көрсе де тез өздеріне сіңіріп алады. Сондықтан бұл жердегі басты мақсат сол жас буындағы біздің мемлекетіміздің азаматтарын мемлекеттік қызметке даярлау. Яғни бұл даярлау институты болып табылады.
алдағы уақытта бұл институт енгізілетін болады. Бұл жүйе мемлекеттік қызметке қажетті кәсіби және жеке құзыреттерді алдын ала қалыптастыруға мүмкіндік береді. Даярлық жұмыстары мектеп қабырғасынан бастап жоғарғы оқу орындарына дейін жүргізілетін болады. Яғни бізде осыған дейін жоғарғы оқу орындарының 4-ші курс студенттерін, болашақ түлектерді мемлекеттік қызметке даярлау мектебі, школа госслужащего деп айтамыз. Сонда мектеп біз институты жүзеге асырылған. Ол жерде мысалы тиісті мамандар жоғарғы оқу орындарына барады. Одан кейін мемлекеттік қызметке қызығушылық танытқан түлектердің эсселерін алып, одан кейін оларға баға беріп, таланттар пулы қалыптастырылады. Яғни сол 1 жыл бойы 4-ші курс түлегін мемлекеттік қызметке даярлайды. Бізде президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының Қарағанды облысы филиалы бар. Сол филиалда осы іс-шаралардың барлығы жүзеге асырылады. Яғни болашақ мемлекеттік қызметшілер ерте кезеңнен бастап мемлекеттік басқару мәдениетімен, жауапкершілік қағидаттарымен және кәсіби талаптармен танысады. Әлеуметтік кепілдіктер мен мансаптық даму тоже жаңашылдықтардың бірі. Заңда мемлекеттік қызметтің тартымдылығын арттыруға бағытталған жаңа тетіктер қарастырылған. Соның бірі көлденең ілгерілету механизмі. Яғни енді қараң, осындай мысал ретінде айтқым келеді. Әрбір мемлекеттік органда енді басшы лауазымдары әрдайым бос бола бермейді. Бірақ та мемлекеттік қызметке келген кезде, мысалы, жоғарғы оқу орнын тамамдаған түлек келуі мүмкін. Оның еңбек өтілі жоқ, яғни енді мемлекеттік қызметке кірісіп жатқан. Немесе сол мемлекеттік органда жылдар бойы 10 жыл, 25 жыл, 5 жыл босын жұмыс атқарып жатқан мамандар бар, Сол мамандардың арасында жаңағы кепілдік ретінде мансаптық өсу, даму деген сияқты қағидаттар енгізіліп отыр. Яғни жаңадан келген мемлекеттік қызметшімен сол жерде бұрыннан жұмыс істеп жатқан мемлекеттік қызметшінің ара жігін ажырату мақсатында жасалынады бұл шара. Оның арасындағы тек қана жаңағы мансаптық ара жігінен бөлек бұл еңбек ақысына да әсерін тигізеді. Жаңадан келген қызметші мен енді бұрыннан келе жатқан қызметшінің арасында бір айырмашылық болу керек қой. Сол мақсатта бұл жүзеге асады. Сондықтан әрбір мемлекеттік органда басшы лауазымдары әрдайым бос бола бермейді. Сондықтан мықты кадрларды мемлекеттік органдарда ұстап қалу мақсатында бұл мансаптық даму тетігі енгізілетін болады. Енді бұдан бөлек тағы да тоқталғым келеді, бірақ енді сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Енді қысқаша ғана айта салсаңыз, 2026 жылғы 1 сәуірден бастап негізі мемлекеттік қызметке қабылдау тәртібі жаңартылды, сіздерде. Осыған орай мемлекеттік қызметке іріктеудің қызмет жүйесінің ерекшеліктеріне қысқаша тоқталып өтсеңіз. Енді 2026 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы жаңа редакциядағы заң қолданысқа енгізілді. Заң мемлекеттік қызметтің тиімділігін арттыруға, кәсібилікті нығайтуға, ашықтық пен есептілікті қамтамасыз етуге, сондай-ақ азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталады. Мемлекеттік органдарда заңнама талаптарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында түсіндіру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп отырады. Түсіндіру барысында қызметкерлерге жаңа заңның негізгі жаңашылдықтары, мемлекеттік қызмет қағидаттары, мемлекеттік қызметшілердің құқықтары мен міндеттері, әдеп кодексінің талаптары, мүдделер қақтығысының алдын алу бойынша шаралар жан-жақты түсіндіріліп отырады. Енді сіздің сұрағыңызға келетін болсам, 1 сәуірден бастап мемлекеттік қызметке қабылдау тәртібі жаңартылды. Іріктеу процесі толықтай бізде автоматтандырылды.
яғни бұл жерде конкурсқа қатысу қызмет интеграцияланған ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылатын, мен жоғарыда айтып өттім. Енді кандидаттар конкурсқа қатысу үшін алдымен мемлекеттік тілді және заңнаманы білуге арналған тестілеуден, сондай-ақ жеке қасиеттердің бағалау тестілеуінен өтеді. Тестілеу конкурс басталғанға дейін немесе құжаттарды қабылдау кезінде тапсыруға болады. Онлайн тестілеуге қатысу үшін жүйеде тіркеліп, жеке кабинет арқылы тестілеу күнін кемінде бір күн бұрын өтініш беру арқылы таңдауға болады. Заңнаманы білуге арналған тестілеу 4 негізгі құжат бойынша енгізіледі. Бұл Қазақстан Республикасының Конституциясы, екінші заң ол бірінші Конституция, одан кейін заң Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңы, одан кейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң және мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі. Барлығы 55 сұрақты қамтиды. Ең кемінде 30 дұрыс жауап беру керек, 30 сұраққа дұрыс жауап беру керек, және әрбір нормативтік акт бойынша кемінде 5 сұрақ қамтылу керек. Тамаша, рахмет жауабыңызға. Өте кең ауқымды түрде жауап бердіңіз. Барлық көрермендерге түсінікті болды деген ойдамын. Бізде қазір ақпараттық үзілістен кейін соңғы сұрағымызды қоямыз. Сонымен бағдарламамыз аяқталатын уақыт та келді. Құрметті көрермен тыңдарман, біз оралдық. Сымбат ханым, жаңағы конкурс туралы ойыңызды әрі қарай жалғастырсаңыз. Рахмет. Конкурстық рәсімдердің жалпы мерзімі 5-7 жұмыс күн құрайды. Бұрында бұл мерзім әлдеқайда үлкен болатын, бір айға дейін бұл шаралардың жүзеге асыратын. Ал енді қазір 5-7 жұмыс күн ішінде конкурс рәсімдері аяқталады. Құжаттарды қабылдау және қарау 3 жұмыс күні, және конкурс кезеңдері бұл 3-4 жұмыс күні ішінде аяқталады. Осылайша онлайн форматқа көшу және цифрлық технологияларды енгізу мемлекеттік қызметке іріктеу жүйесін барынша ашық, әділетті өткізуге мүмкіндік береді. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша қандай шаралар қабылдануда деп ойлайсыздар? Енді соңғы сұрақ, соңғы уақыт аз дегендей, қысқаша айта кетсеңіз. Жақсы. Мемлекет басшысының жарлығына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты үйлестіру агенттікке жүктеліп отыр. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оны барынша азайту мақсатында 2 негізгі тетік қолданылады. Бұл сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу, ішкі және сыртқы талдаулар, одан бөлек сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг. Сыртқы талдау сыбайлас жемқорлыққа ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтауға, құқықтық актілер мен ұйымдастырушылық басқарушылық қызметті бағалауға мүмкіндік береді. Ал талдау уәкілетті орган мен талдау объектісінің өкілдерінен құралатын жұмыс тобы арқылы қажет болған жағдайда сарапшылар мен қоғам өкілдерінің қатысуымен жүзеге асады. Нәтижесінде міндетті ұсынымдары бар аналитикалық анықтама дайындалады. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау объективтілік, сенімділік, айқындық қағидаттарына сәйкес жүргізіледі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың тиімділігін, заңнаманың сақталуын және қоғамның сыбайлас жемқорлықты қабылдау деңгейін бағалайды. Аталған 2 тетік жүйелі түрде осал тұстарды анықтауға, ұсынымдардың орындалуын бақылауға және мемлекеттік органдардағы ашықтық пен адалдықты нығайтуға ықпал етеді. Тамаша, барша көрермендерге түсінікті деген ойдамын. Керек пайдалы ақпараттармен бөліскеніңізге көп рахмет. Алтындай уақытыңызды қиып бізге сүбелі сұхбатыңызды бергеніңізге Сымбат ханым үлкен рахмет. Жұмыста тек қана сәттіліктерге, басшылыққа үлкен тағайындала беріңіз. Құрметті көрермен тыңдарман, осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Аздаған минуттардан кейін сәтті күн бағдарламасының 2-ші шығарылымында сіздермен қайта қауышатын боламыз. Қарағанды өңіріндегі өзекті жаңалықтарды сіздермен таныстыратын боламын. Бүгінгі сұхбатты жүргізген мен Айдана Болатқызы. Аман сау болыңыздар.